Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып бұл ненің суреті? Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя наша тема «Что за рисунок?». Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь, выучи. Қоршаған орта, окружающая среда. Гүл, цветы, бұлт, облако, таудың, горы, суреті, рисунок. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Гүлдің суреті, бұлттың суреті, таудың суреті. Ал енді, балалар, суретке қарайық. Посмотрите на картинку. Бұл ненің суреті? Бұл қоршаған орта. Бұл гүлдің суреті. Бұл таудың суреті. Мынау бұлттың суреті. Қайтала. Повторяй. Бұл гүл. Бұл тау. Мынау бұлт. Бұл гүлдің суреті. Бұл таудың суреті. Мынау бұлттың суреті. Бірінші тапсырма. Сөзді суретпен сәйкестендіріп, сөз тіркесін құра. Сопоставь слова и картинки и составь словосочетание. Бірінші суретте тау. Таудың суреті. Екінші суретте бұлт. Бұлттың суреті. Үшінші суретте қоян. Қоянның суреті. Төртінші суретте гүл. Гүлдің суреті. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы. Прочитай текст. Саша сурет салады. Саша рисует. Мынау бұлттың суреті. Это рисунок облака. Мынау таудың суреті. Это рисунок горы. Бұл қоршаған ортаның суреті. Это рисунок окружающей среды. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып көшіріп жаз. Вставь вместо многоточия правильные буквы. Гүлдің суреті. Бұлттың суреті. Таудың суреті. Төртінші тапсырма. Қарашы деген сөзді қолданып сөйлем құрастыр. Используй слово «посмотри» и составь предложение. Үлгі. Қарашы, мынау бұлттың суреті. Қарашы, мынау таудың суреті. Қарашы, мынау гүлдің суреті. Қарашы, мынау аюдың суреті. Қарашы, мынау кірпінің суреті. Қарашы, мынау арыстанның суреті. Кел жаттайық. Выучи. Күн шуағын төккенде, жаңбыр сеуіп өткенде. Қызыл жасыл далада, гүл тереміз көктемде. Фариза Оңғарсынова. Есте сақта, запомни. Мынау бұлттың суреті. Ол гүлдің суреті. Мынау таудың суреті. Ненің суреті? На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.